Мынау адамның қолына тігілетін чип көлемі бойынша күріштен сәл ғана үлкенірек. Ал енді сізге сұрақ. Сіздің чипке деген көзқарасыңыз қандай? Егер де қарсы болсаңыз, лайк басып, комментарияға қарсымын деп жазып кетіңіз. Ал егер де бұл чипті қолдасаңыз, чипті бұл адамның қолына тіктіру керек, бұны салдыру керек дейтін болсаңыз, онда дизлайк басып, өз ойыңызды тоже комментарияға жазып кетіңіз. Неге қарсы, неге бұны қолдап тұрғаныңызды себебін тоже комментарий жазып кетсеңіз болады. Қолдаймын деп комментарий жазып кетіңіз былайша айтқанда. Және де бұл чип жайлы видеоны достарыңызбен таратып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіз. Және де каналға тіркелмеген болсаңыз, қып-қызыл подписация деген бөлім тұратын болса, сол подписация дегенді басыңыз. Және де қоңыраушаны басып кетіңіз, сол кезде біздің шығаратын блогты жіберіп алмайтын боласыздар. Ендеше бастаймыз, кеттік. Чиптандыру. Бұл чипті ешкімге қарсыластырып салмайды. Керісінше адамдар бұл чипті өздері маған салыңызшы деп жүгінетін болады. Ол қалай сонда? Яғни, сіз егер чипті салдырмасаңыз, сізді қоғамнан алшақтатып тастайды. Яғни, сізді чипті салуға мәжбүр боласыз, өзіңіз чип маған салыңызшы деген сияқты айтасыз. Себебі, сіз егер де чипті салмасаңыз, сіз жұмысқа тұра алмайсыз. Және де кафе ресторандарға бара алмайсыз, және дүкенге бара алмайсыз. Және де сіздің балдарыңыз мектепте оқи алмауы мүмкін. Оларды да чипі болмағандықтан оларды да оқуға кіргізбейді. Яғни балдарыңыз да сіз де қоғамнан алшақтатып тастайсыз. Сондықтан сіз мәжбүрлі түрде, яғни өз-өзіңіздің амалсыздан чипті салдыруға мәжбүр боласыз. Сіз нормальный өмір сүргіңіз келсе, чипті, яғни сіз өзіңіз нормальный өмір сүру үшін салдырасыз. Яғни бұл чиптің де негізінен жақсы жағы да бар екен. Ол қандай? Яғни сіз чипті салатын болсаңыз, бір апатқа ұшырайтын болсаңыз, бір ауырып қалатын болсаңыз, сіздің диагнозыңызды, яғни ауруыңызды осы чип арқылы анықтап, чип арқылы емдейді екен. Және де бұл сіздерде, яғни қолма-қол ақша алып жүрмейсіздер, бүкіл төлемді осы чип арқылы төлейтін боласыздар. Шын айтқанда, егер де сізде қолма-қол ақшаны жойып тастайды, оның орнына осы чипті алып келеді. Яғни сіздер дүкенге бірдеме алып төлем жасайтын болсаңыздар, сізде қолма-қол ақша, ал қолма-қол ақшаны қабылдамайды. Егер де сізде төлем жасау үшін сізде чип болу керек, чип арқылы сіз төлем жасап, бір затыңызды ала аласыздар. Бұл шағын ғана видео, шағын ғана, келесі блогта мен толығырақ не үшін бұл чипті ойлап тапты, оны кім ойлап тапты деген сұрақтарға жауап беремін. Ол үшін осы видеоны достарыңызға таратып жіберіңіздер. Көп просмотр жинайтын болса, мен соншалықты көп мәлімет және де соншалықты зерттеп сіздерге бөлісетін боламын. Орысша блогерлерді қарабатын тоже бұл негізінен Билл Гейтстің шығарғаны деп жатыр. Егер де бұл Билл Гейтс жайлы тоже толығырақ айтам, биліктің не үшін шығарғанын толығырақ айтам. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, достарыңызға таратып жіберіңіздер. Және де лайк басып, мен чипке қарсымын деп өз ойларыңызды жазыңыздар. Себебі мен де чипке қарсымын, себебі бұл адам болып қалу керек. Мен де чипке қарсымын, сондықтан сіз де чипке қарсы болатын болсаңыз, комментарийға қалдырыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі блогымда мен чип жайлы толық видео шығарамын.